Лұқман Хакімнің 30 ең маңызды кеңесі. Сіздің ақыретіңізге зиян келтіретін дүниемен айналыспаңыз, бірақ адамдар үшін жоғалған дүниені ұмытпа. Әйелге сенбе және оған сырыңды айтпа. Байлығыңның санын достарың мен дұшпандарыңа көрсетпе. Біреуге кеңес беруден алдын, оны алдын өзіңіз жасап көріңіз. Себепсіз күлме, мақсатсыз жүрме. Өзің үшін маңызды емес нәрселер туралы сұрақтар қоя берме. Қарапайым және кішіпейіл болыңыз, бірақ тым кішіпейіл болмауға тырысыңыз. Ақымақтармен әңгімелеспеңіз, екіжүзділермен араласпа. Адамдарды кемсітіп, оларға жүзіңді кері бұрма, және жер жүзінде бірде-бір тәкаппарланып қадам баспа. Алла тәкаппар және мақтаншақтарды сүймейді. Адамдар әдемі сөздермен мақтана берсін. Сен әдемі үнсіздігіңмен қанағаттан. Досыңды қиын күндеріңде сына, оның пайда мен зиянын сынақтан өткіз. Дүние түбі жоқ теңіз, онда көп деген адамдар батып кеткен. Сен өзіңе тақуадан кеме жасап ал. Алладан қорқып, дәреуштерге жомарттық, дұшпандарға жұмсақтық, надандарға үнсіздік, ғалымдарға көңіл бөлу арқылы өмір сүр. Біреудің үйіне кірген кезде көзің мен тіліңе сақ бол. Өзіңе жақпаған нәрсені біреуге берме. Мұқтаж адамның көңілін қайтарма, арамза адамнан адалдық күтпе. Салмақты сөзді қалжыңға араластырма, өзіңнен үлкен кісімен қалжыңдама. Аз жеп, аз сөйлеуге әдеттен. Сөйлесең, сөздеріңнің дәлелімен сөйле. Арандатушы мен әңгімелесуші болма, жақсы адамды ғайбаттама. Киіміңіз бен тәніңізді таза ұстаңыз. Әйелдер сияқты жасанба, қас көзіңмен ымдап сараңдық жасама. Өз наныңды өзгенің дастарханында жеме. Көше басында бос жүруші және жетімдермен отырма. Балаларының айтқанын орындай берме. Қонағыңызға жұмыс бұйырмаңыз және оның көзінше біреуге ашуыңды көрсетпе. Өткен жанжалды есіңе алма, ешкімді біреудің көзінше ұялтпа. Өлгендерді зұлымдықпен есіңе алма, өйткені оның пайдасы жоқ. Алланы еске алған адамды көрсең, олармен бірге отыр. Себебі ғалым болсаң, ғылымға пайда береді, ғылымсыз болсаң, саған ғылым үйретеді. Істейтін ісіңді бұрын мұны сынап көрген тәжірибелі кісімен ақылдас. Өйткені ол өзіне қымбатқа түскен нәрселерді саған тегін береді.
Сөйлегендеріме өкіндім, бірақ үнсіз қалғаным үшін өкінбедім.